Баршаңызға сәлем. Бүгін дүкендегі соктан әлде қайда пайдалырақ сок жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыз және арнама подписаться батырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бұл кейбір ата-аналар үшін күшті лайфхак шығар, себебі менің балам сияқты кейбір балалар жемісті біреуін жесе, біреуін жемей немесе мүлдем жемеуі мүмкін. Сол сияқты балаларға осылай жемістердің кез келген түрін қайнатып компот жасап берсеңіздер, олар компотты түк қалдырмай сок деп қызығып ішіп алады. Ал есесіне балаңыздың организміне көптеген дәрумендері барып иммунитеті көтеріледі. Сок жасау үшін немесе компот жасау үшін қатып қалған жемістің түрі керек жоқ. Өзіңізде қандай жемістер бар, солардың барлығын пайдалана берсеңіздер болады. Алмұрт басқа жемістерге қарағанда құрамында витаминдерге ең бай жемістің бірі болып табылады. Құрамында калий, мырыш, йод, темір, флавоноидтар, кремний, магний, С, В витаминдері кездеседі. Құрамында басқа жемістерде кездеспейтін ең ерекше арбутин элементі кездеседі. Ол антибиотик ретінде қолданылып микробтарды жояды. Ал жүзім иммунитетімізді көтеріп, гемоглобинімізді де көтеріп, жүйкемізді тыныштандырып, буындарымызға тұз жиналудың алдын алады екен. Компот жасау үшін аса бір қатты ереже жоқ. Тек қана отыңызға таза суыңызды қойып, өзіңізге керек жемістерді ішіне салып, бір қайнатып аласыз. Ал бір қатты қайнап болғаннан кейін отты баяу қойып, бірнеше сағатқа қайнасаңыз, құрамындағы барлық дәрумендері дәмі шығып, балғын қайнап түсі де әдемі өзгеріп шығады. Сақырлап қайнатудың керегі жоқ, тек баяу отта 1 сағаттай көлемінде қайнатып алсаңыз жеткілікті. Түсі осылай өзгеріп шығады. Дайын болған компотыңызды ішіндегі жемістерден сүзіп, ыдысыңызға құйып, суытып болғаннан кейін қантты араластырып балаларыңызға ұсына берсеңіз болады. Және де мерекелік дастарханыңызға да бір күн алдын осылай дайындап жасап суытып қойсаңыз, берекелі мол болады және қонақтарыңызға да ұнауына сенімдімін. Дүкендегі кішкентай коробкадегі сокты қанша ақшаға алғанша ерінбей балаларыңызға осылай молынан компот жасап берсеңіз өте пайдалы. Сіз де осы рецепті немесе өзіңіз кез келген жеміс түрлерін пайдаланып компот жасап балаларыңызға пайдалы ас ұсыныңыз. Міне біздің дәруменге өте бай компотымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет. Балдарыңыз ешкімде тартынбайды, барлығын бірден ішіп қояды. Және де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, немесе өздеріңіз жасап көрген рецептеріңізді комментарий бөліміне бөлісе кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.